Мен бір дағы конституция туралы айтайын деп едім. Қазір өзгерістер 84%-ын өзгертейін деп жатыр ғой. Соны недостоверный информация берсе, соларды қудалап жатыр дейді адамдарды. Бірақ біз байқаймыз, қудалап жатқанда жай өзін анау не қазақ тілімен бірге бірдей орыс тілі жүрмесін деген үшін оғанда да келіп жатыр дейді адамдар. Иә, сосын көптеген әлеуметтік жерде қазір шығып жатыр. Мынау врачтарымыз дейді, сосын тағы мұғалімдеріміз, полицейлердің әйелдері дейді, шығып жатыр дейді, конституцияны толықтай қолдаймыз дейді. Бірақ сол шын ба, шын емес па, соны білмеймін. Егер менің осы парақшамда жазылғандар бар ғой, мұғалімдер бар, пенсияға шыққандар бар, сондай сыбыстарды естігендеріңіз бар ма? Шынымен де сондай екен, мен өзім үшін ғана білейін дегем. Оны ешқай жерге жарияламаймын, бірақ өзім үшін білейін дегем, шын ба, өтірік па дегенім. Соны енді былай қарап тұрсам, енді мына қазір артист-мақтар шығып жатыр, спортсмендер шығып жатыр, неше түрлі нені қолдаймыз деп, иә, конституциямызды қазір жаңа шығайын деп жатқан, соны нені қолдап жатқандарын айтыңдаршы маған. Нені қолдап жатқанын. Мүмкін мен білмейтін шығармын бірдемені, менде де қолдап кетейін. Егер маған лайықты болса ол конституция қазір өзгерткендері. Шынымен де нені қолдап жатсыздар? Қандай бапты қолдап жатсыздар? Конкретно неге айтпайсыздар? Нақты міне мен осы жерде келсем, осы жерде келіскен үшін қолдап жатырмын деп айтыңдаршы маған. Сосын менде де қолдап кетейін. Егер шында да солай болатын болса. Сендерге сөздерім жоқ. Көрерміз әлі.